бәрі бардақ болып кетті. Ешкім бұрынғыдай отырып алып кір жумайды. Біздің бір үлкен бір ғалым айтқан екен да. Lamborghini деген көлік бар. Алғашқы подкасттардан ерекше болады. Подкасттың атын жүрек деп қоямыз деп шештік. Ұлықбек Мажитов ағамыз. Әкем өзі 40 жыл фельдшер болып жұмыс істеген. Қан қысымының жоғарылығы, төмендігі, инсульт, инфаркт, ешкім сиыр салмайды. Психологически неадекватный. Ұрыс басталды үйде. Оның өмірі қанша жыл өмір сүреді? Мен әйелімді бір психологқа жібердім дейді. Айналайын, сен жүрегіңді тыңдашы. Біреуді атып тастаған. Оның жасы үлкен. Екіншісі гормоны. Всегда он будет тормозить по полной программе. Сол рефлекс болып жатыр дейді уже. Рак 2 минут 45 секунд ішінде жоқ болып кетеді. Әрбіріміз дайын болған кезде Алла өзі продвигать етіп, біздің арма мақсаттарымызға жеткізеді. WhatsApp желісінде, TikTok'та обязательно бөлісіңіздер. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Осы подкаст алғашқы подкасттардан ерекше болады, себебі осы уақытқа дейін біз подкасттың бәрінде ақшаға байланысты мәселелерді қозғайтынбыз. Және де бүгін ақша мәселесінде де тақырыптар қозғалады. Бірақ ең бастысы, және де өміріміздегі ең басты орган, организміміздегі ең бастысы бұл жүрек мәселесі. Және де бүгінгі тақырыпты, және де осы, может бұл бір подкаст болмайды, 5-6 подкаст болады, Алла қаласа. Осы тақырыпқа жүрек мәселесінде және подкасттың атын жүрек деп қоямыз деп шештік. Жүрек подкастына қош келдіңіздер. Бұл подкаст кімдерге арналады және де қандай мәселелерді қозғайды, сол жайында қысқа ақпарат беріп кетейік. Жалпы осы подкастпен сіздің туған туыстарыңыз, ағаларыңыз, әпкелеріңіз, жалпы WhatsApp желісінде, TikTok'та обязательно бөлісіңіздер, себебі бүгін жалпы әлемдегі ең маңызды тақырып бұл жүрек мәселесі қозғалады, себебі әлемдік практикада ВОЗ дейді, бүкіл әлемдік жалпы денсаулық сақтау ұйымының статистикасы бойынша әлемдегі бүкіл өлімнің 38%-ын жалпы осы сердечно-сосудистая система, жүрек ауруларынан адамдар қайтады екен. Сол себепті бүгін өте үлкен маңызды ауқымды тақырып болады, әлемдік тақырып деп айтсақ болады. Сол себепті до конца тыңдап, лайк басып, бөлісіп, туған туыстарыңыздың группаларына жіберіп қойыңыздар. Және де бүгін бізде қонақта дәл осы тақырыптың майталманы 25 жыл, жалпы осы өзінің четвертьбек дейді ғой, жалпы ғасырдың 1/4 өзінің өмірін осы жүректі зерттеуге және де жүрек мәселелерін зерттеуге арнаған маман Ұлықбек Мажитов ағамыз 2000 жылдан бері осы жүрек мәселесін зерттеп, оқыған және де оқу жолын және де жүріп өткен жолын өзіңіз қысқаша ақпарат беріп кетсеңіз. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Уалейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастайық. Жасым 41-де, үйленгем, 2 балам бар. Иншалла, мына сразу оқырмандар айтып кетпекшімін. Мен мына әдеби тілде, қазақ тілде идеально сөйлей алмаймын. Иншалла, мына максимально сөздеуге әрекет істеймін, иншалла, потому что мен өзім негізі 10 жыл Россияда оқығам да. Мына терминологияның көбісі орысша айтылады. Кез келгенде орысша, кез келгенде қазақша айтып кетемін. Давайте былай жасайық. Комментарийға бұл кісіні сөкпеңіздер, бірінші очередь, себебі біздің ең басты ниетіміз жалпы осы подкаст жасаудағы халыққа пайдалы эфир, халыққа пайдалы подкаст жасау. Бұл жерде Ұлықбек ағамның болмаса менің белгілі бір курстарым сатылмайды, болмаса соңында ақша алып келетін ешқандай нәрсе жоқ. Біз просто өзіміздің жүріп өткен опытымызды және де түйген ойларымызды жеткізу үшін сізге жасап отырмыз подкастты. Сол себепті Ұлықбек ағамыз сөкпейміз. Және де поддержка жасап, лайк басып, күшті поддержка жасайық. Және де сізге қалай ыңғайлы, солай түсіндіріңіз. Главный ниетіміз елге, халыққа пайдалы подкаст жасау. Все, машалла. Бізді максимально өзім негізі Кентауда туылып өскем, Қазақстанда. Әкем өзі 40 жыл фельдшер болып жұмыс істеген, мамам уже бухгалтер болып жұмыс істеген. Кезінде папамен бірге скорый помощьта уже 5 жастан бастап уже медицина саласында жұмыста уже
сол жақтан басталып кеткен негізі өміріміздің генетический жалпы генетический ғой полный программамен. Қысқаша айтып өтіп кетейін, енді қысқаша болмайды шығар. Өзім негізі кардиохирург маманымын, Москвада бітірдім. Полностью 10 жыл сол жақта өмірім өтті Москвада. Ординатура, аспирантура, защита кандидатской темы, кандидат медицинских наук, кардиохирург, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики, эксперт по высоколегочной гипертензии деп айтады. Ол не деп айтса, балдардың кішкентай балдардың туған кезінде жүректе жүрек ақау болады. Патологический. Врожденный порог сердца деп айтады. Оның жүрек ақау. Сол жүрек ақауының өзінің срогы бар, мерзімі бар. Сол мерзімден өтіп кетсе, ол жүректен өпкеге проблема болып асқындап кетеді. Ондай пациенттерді алып қараған кезінде, мысалы, жүректегі өпкедегі қан қысымының жоғары болу деп айтады. Ол сондай патология, ол чем хуже, чем рак, чем хуже, чем спид. Не үшін деп айтатын болсаңыз, потому что оның бір таблеткасы өзі, барлық таблеткасы енді 500 мың теңге тұрады. Ол әр адам ала бермейді. Әр адам қалтасы көтермейді. Әр адам қалтасы көтермейді. Сол салада 10 жыл Москвада оқып келдік. Москвада оқып болғаннан кейін, мысалы, Астанаға келдік. Астанада 2 жыл, 3 жылдай жұмыс істедім. Иншалла, сол жерде уже мен бірдеңе түсіндім да, өмірде бірдеңе өзгерту керек болды. Не үшін дейтін болсаңыз, потому что өзімде проблема пайда болды да. Қазір оны айтып кетейін, мен до конца айтып жіберейін. Эксперт по высоколегочной гипертензии. Қазір мен член ассоциации психосоматологов Республики Казахстанның научный части, именно Дәуренбек мырзаның басшылығында, сол жерде ассоциациямызда 180 адам болады. Соның бәріне әр жұмада, енді научный таманда тақырып алып жүреміз. Бұл бүгінгі мәселеде тақырыптың мәселесінің мақсады адамдарға негізі біздер айтамыз ғой, не қымбат деген кезінде адамдар денсаулық дейді да. А фактически келген кезінде басқа нәрсе болып шығады ол негізі. Сол себептен жерде тек қана денсаулық. Мына жерде көп коучтар болса, кім болсын, кім не десе де бірдеңе түсіну керек та. Мына осы подкастта көп басқаша айтылған әңгіменің бәрі, бізге против айтылған әңгімесінің бәрі бір нәрсе айтайын да. Қазақстанда әр жылы 40 мың адам қайтыс болады. Сердечно-сосудистое заболевание. Инсульт, инфаркт деген нәрсе, тромбоэмболия деген артерия деген нәрсе. Бір жылда әлемде 20 миллион адам азында тұрмайды. Бір жылда 20 миллион. Ойлап қараған кезінде это нереаль нәрсе. Ол юрында нәрсе. Екінші мәселесі. Бұл жүрек проблемасының бәрі күнден күнге жыл сайын өсіп келе жатыр. Жоқ. 25 жастағылар қайтыс болып жатыр. 20 жастағылар қайтыс болып жатыр. Жақында мен естігенім, жасы 20-да баланың жүрегі тоқтап қалды дейді. Ол неден дейтін болса, ол проблема наоборот шешілмей жатыр. Былай қараған кезінде өсіп жатыр ғой уже. Жасарып жатыр ғой. Наоборот жасарып жатыр. Біздер ол, например, ол асқындап бара жатыр. Біздің істей алмай жатырмыз. Бұл негізі антистатистика ғой бұл на самом деле. Енді былай қараған кезде бұның причинасы көп, бірақ бір айтқан кезінде мен сразу айтайын да, мен медицина жұмыс істегеннен кейін медицина бұл салада жұмыс алып бара алмай жатыр. Менді медиктер не деп айтса о дейсіз, потому что мен оның ішінде болғам, мен үшін кірдім, бәріні көрдім. Бірақ оның причинасы мен қазір айтам не үшін екенді. Реально айтам, оның причинасын қазір мен дәлдеп, мысалы осы жүрек мәселесінде 3 жыл психосоматикада жұмыс істеп, мен сол нәрсені түсіндім да. И даже мен бірдеңе түсінген нәрсем бар, оказывается біздер адамдарды емдеп жатырмыз да. Аурудың 3 таманы бар. Мына аурудың 3 есігі бар. Бізде мен айтамыз ғой, 3D формат деп айтамыз ғой. Осы 3D форматта тек қана аурумен проблема болады екен ғой. Біздер тек қана бір форматты ұра береміз да. Дәрі деп ұра береміз да. Дұрыс. Дәрі біреуге жәрдем береді, разговор жоқ, ол жақсы шығып кетеді. Но дәріге жәрдем бермегенде сен не істейсің? Дәрімен істей бересің ба? Сен басқа психология қолдансайшы. Ол болмаса басқа нәрсе қолдан, дін қолдан. 3 тамандама ашсайшы. Почему? Потому что сіздер бірдеңе сатып алған кезінде бүйтіп қарайсыңдар ғой полностью. Мынау бүтін ба жоқ па деп. А не үшін проблемаға сол 3 таманын қарамайсыздар деймін да. Не үшін қарамайсыңдар? Біздер тек қана бір таманын ұра береміз. Соншалық ұрғаннан соң 70% адамдар уже хроник болып кетті ғой уже. Хронический болып кетті. 30% ол острый фазада. 30% фаза болған кезінде адам инфаркттан сразу өліп қала салады сразу. А қалған 70% ол, например, дәрі ішіп жүре береді осы кезге дейін. Оның шешімін, например, қазірге дейін ешкім оны көтерген жоқ па? Білмеймін. Бірақ былай қараған кезде ештеңе өзгеріп жатқан жоқ та, откровенно говоря. Енді екінші форматта мен айтып кетейін сразу, кім мен түгеткен жоқпын, өзім регалиямды да. Компания Аль-Хадаяда жұмыс істеймін, именно ортомолекулярная медицина деп айтады. Именно связано с БАДами.
ол адамдардың ауырып қалмау, то есть целью профилактики болған, например, биолизактивный добавкаларды именно сол салада бүкіл әлемге өзі, мен осы как представитель сол жерде жұмыс істеп адамдарға ішін ашып көрсетемін да, проблема шешу үшін. Ну, по крайней мере, все. Психосоматикада уже істеп жатырмыз. Через меня прошло 15 000 больных. Это сала медицина саласында, 3,5 мың пациенттер, ол, например, психосоматика саласында. Как-то вот так. Жалпы психосоматика дегенді қазір бізді көріп жатқан көрермендер, енді мен ойлаймын, жалпы көбінесе орта жастан асып кеткен көрермендер көреді. Именно жүрек ауруларын. Енді бұл жерде екі проблема бар да. Бірінші проблеманы айтып кетейік, жалпы орта жастан жоғарғылар көреді, және де психосоматика деген нәрсені түсінбеуі мүмкін. Психосоматика бұл новый германский медицинаның бір частіне айналып кеткен сала, кез келген аурудың түпкі проблемасы, неврологический проблема ғой, нервтан кетеді. Дәл осының причиналарын зерттеп, және де шешімдерін беретін саланы психосоматика дейді. Екіншісі, жалпы біздің болып жатқан әлемдегі любой ситуация, проблема болсын, проблема болмасын, бізде білім болмаса, кеше осы нәрсені қазір сіз ашып айтып кетесіз, білім болмаса, дәл осы жерде біз любой проблема шеше алмаймыз. Неге? Себебі менің бойымда белгілі бір жүрек ауруында бір гипертония, жүрек қан қысымының жоғарылығы, төмендігі, инсульт, инфаркт, бір проблема бар екенін осознавать етпеймін мен. Жүре беремін. Менде проблема жоқ деймін. Тем более еркектер қауымына айтылады, себебі еркектер қауымы өлерден алдын больницаға барамыз ғой. Жалпы проблема жоқ деймін. Бірақ проблема жоқ деп осознавать етпеу, түсінбеу, проблема бар екенін түсінбеу, бұл проблеманың шешімі емес. Шешімі қайда? Шешімі бұны түсінуде, осознанияда, түсінікте. Осы проблема бар менде, және де келесі проблема бар деп түсінгеннен кейін адам не істейді? Оған сұрақ қояды. Проблеманың шешімі қайда дейді. Сұрақ екінші часть, сұрақта уже проблеманың шешіміне қарай біз жүреміз да, негізі. Осознание ол проблеманың 50% шешімі. Енді осыған байланысты сіз бір хадис айттыңыз, сол хадисті ашып, және де дальше осы осознание біздің өмірімізге қалай әсер ететінін түсіндіріп айтып кетіңізші, жалпы жүрек ауруларына байланысты. Иншалла, енді мына жерде айтпақшы болғаным, біздің бір үлкен бір ғалым айтқан екен да, әрбір айтқан сөзінде сөзің мағызы болу керек дейді да. Біздің сөзің мағызы бұл жүрек. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, оған дәлел болу керек. Бұл сөздің мағызы болмаса, дәлел болмаса, бұл пустотсолие болып қалады. И поэтому мағызы жүрек доказательствосы ол не десе, ол ғылым мен ислам. Железобетонное доказательство. Үшінші форматы это моя практика. Ол бір мәселесі. Екінші мәселесі, қазір көбі адамдар, например, маған сауалды жауап бере алмайды, дұрыс па? Сол форматты мен былай да айтамын да, мен қазір өзім прокурор боламын. Бұл темада. Мен прокурорға ұқсап, өзіме сон прокурорға ұқсап сауал беремін да. Адвокат беріп, сол сауалыма жауап беремін да. Не үшін? Потому что ана жақта отырған адамдар сауал бергісі келеді да. Мен олардың функциясын аламын да. И менің задача мына жүректі ақтап шығу мына заманда. Біздер тек қана басымыздан ойлап кеткенбіз да, жүрек ұмытып кеткен. Оған қазір айтып болсам, мына жерде отырған адамдар, нені айтып отыр дейтін болсаңыз, не үшін онда бірінші место алып отыр жүрек аурулар? Не үшін онда бас рулить ететін болса, не үшін бас аурулар бірінші орында емес? Бас ауру бірінші орында емес, 10-шы орында да, жүрек ауру бірінші орында. 30% жаңа айтып. Сол себептен біз не айтпақшымыз да? Значит, ол деген нәрсе, біз мына өмірде болып жатқан нәрсенің бәріне тек қана жүрек арқылы қабылдаймыз. Жүрек арқылы қабылдаймыз, и сол мына 90% жүректен миға барған нервный клеткалар, ол дәлелденген. Мына қазір мен айтып жатқан нәрсенің бәрі дәлелдеген. Сол себептен мен айтып жатырмын сізге. Бұның дәлелі бар деп. Енді қандай сұрақ бердіңіз бағана? Хадис деп айттыңыз да. Негізі Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисі бар да. Сендердің проблемаларың мен аурулардың пайда болу ол адамдың білімсіздігінен дейді. Ол проблема мен ауруның шешім мәселесі дейді. Или сен ілім алу керексің дейді, или біле тұрған адамнан сұрау керексің дейді да. Қысқаша айтқан кезінде ол ответі сол да, действительно. Незнание это не освобождает тебя от ответственности деп айтады. Сен білмеген болсаң, ол деген нәрсе, кстати, бірдеңе түсініп қойыңыздар. Сіздер бірдеңе білмесеңіздер, ол деген нәрсе өмірде жоқ деген нәрсе емес. Оны соны түсініңіздер, потому что мына жерде көбісі отырып, бұл бір форматта қарау мүмкін да. Мен мынаны білмеймін, сондай деп көбісі басқаша деп ойлай бастайды да. Айналайын, сен мына бір форматта қарамай, 3D форматтан қара дейді. Не үшін? Потому что бірдеңе түсініңізде, мен не үшін 3 формат деп атқан нәрсесі,
әр адамның өзінің ақиқаты бар да, то есть правдасы бар. Иә. Правда ғой ақиқат, 7,5 миллиард қазір правда бар әлемде. 7,5 миллиард. Иә, әр адамның өзінің ақиқаты бар. Ақиқат біреу. Ақиқат это правда же. Ақиқат истина. Жоқ, правда. Қазақша не бұл? Правда әркімнің бір шындығы бар. Шындығы, иә. Әр адамның өзінің шындығы бар. Имеет право. Согласен, супер. Мынаң шындығы бар, менің шындығы бар, сіздің шындығыңыз бар, сіздің шындығыңыз бар. Бірақ бірдеңе түсініңіз. Ол сіздің шындығыңыз, бұл кісінікі, менікі, ол неге алып келеді? Спорға алып келеді. Жейді мақсат біз спорласа берсек, біздің жанымызда адамдар қайтыс бола береді. Біздер наоборот против кімге бару керекпіз? Аурумен проблема үшін бару керекпіз негізі. Бір-бірімізбен спорласу емес. Бұл жерде не істеу керек? Бізге шындық керек емес, бізге ақиқат керек. Ақиқат қай жақта десе, ол бүйтіп қараған кезінде бұл исламда ақиқат. Негізі исламда. Оны түсіну үшін, ол ақиқат түсіну үшін бізге не керек? Ілім керек та. Ілім арқылы сіз ақиқатты табасыз негізі өзі. Сондай формат. Жалпы қорытындылай кетсек, негізі жаңа айтып жатырмын, 7,5 миллиард деп неге айтып жатырмын? Қазір 8 миллиардқа жақын әлемде адам бар. Бірақ әрқайсының ішінде өзінің шындығы бар. Бірақ ақиқат біреу. Жаңа айтып жатсыз, тартылыс заңы бар әлемде. Бірақ тартылыс заңын оқымаған адамдар, бірақ аспаннан ұшып кетіп жатқан жоқ аспанға. Гравитация бар ғой? Өмір сүріп жатыр ғой. Бірақ оның өміріне қатысып жатыр ғой бұл гравитация. Қатысы. Например, Lamborghini деген көлік бар. Бірақ біреу оның бойында жоқ болатын болса, например, ол деген нәрсе жоқ деген сөз. Ол жоқ деген сөз емес. Ол бар әлемде. Сол сияқты жүрек аурулары әлемде бірінші орында деп мойындамай қойсаңыз, ол проблема кетіп қалмайды. Проблема ол сіздің қасыңызда. Қасыңызда постоянно. Ол сіздің ағайын туыстарыңыздың қасында, бауырларыңыздың қасында, жалпы әйеліңіздің, бала шағаңыздың. Енді біздің жауапкершілік осы нәрсені қолға алу да. Оны біз қалай қолға аламыз? Например, осы подкаст жүргізіп жатырмыз. Енді осы подкастты естідіңіз ба? Тарату ол сіздің жалпы уже обязанностьқа айналады да. Себебі білген нәрсені тарату бұл тоже біздің жауапкершілігіміз, бұл біздің садақамыз. Әрқайсымыздың садақамыз бар, ол садақа. Енді келесі мәселе ең маңызды частьтардың бірі. Жалпы қараңыздар, проблема бар, оның шешімін түсініп жатсыздар. Бірақ шешім түсінгенмен оны қолға алып, оны жасау керек уже. Например, енді жалпы статистика бойынша, жаңа статистиканы жасадық, 32% адам осы жүрек ауруымен ауырып қайтыс болады екен. Және жүрек ауруының себептері бар да. Оны әлемдік жаңағы Всемирная организация здравоохранения, бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы айтады, жалпы осындай себептерден пайда болады дейді. Ауаның ластануы, тамақтанудың дұрыс болмауы, одан кейін стресс, депрессия. Және де тағы бір нәрсені айтты себеп ретінде, бұл кедейлік депті да, нищета. Себебі көп осы жүрек ауруынан қайтыс болатын адамдардың көбісі, көп проценті осы орта деңгейден төмен, болмаса вообще төмен деңгейде өмір сүретін, экономический частьта сондай адамдар екен. Енді осыларға байланысты қандай бір өзіңіз не көрдіңіз? Байланыс шынымен сондай ма? Бұл статистика. Және де бұның причинасы неден негізі? Жүрек ауруының именно ақшаға байланысты болуы, байлыққа байланысты болуы. Енді психология тамалып қайтым болса. Психология. Өзіңіз 15 мың адаммен жұмыс жасадыңыз. Очень просто. Мына бүйтіп қараңызшы. Сердечно-сосудистая система деп айтады да. Енді мен орысша айта берейін, потому что бұл дәл орысшадан на самом деле сай келеді, ол именно қазақшада сай келеді. Сердечно-сосудистая система 3С бар. 3С. Мына 3Сге 3С толық келеді. Ол не? Нарушение стула. Ішіңіз қатып қалуы. Әйеліңізбен секспен заниматься етпеу деген нәрседе тоже имеет большую роль. Это нарушение секса, сексуальные потребности. Нарушение стула, и здесь получается нарушение сна. Мына С, нарушение стула, секс и сон. Мына үш нәрсе сердечно-сосудистая система қатты әсер етеді. Ұйқы ол дәрі. Стол өз уақытта келмей тұғын, ол проблема жүрекке. Енді қараңыз, мынадай мен және үшінші С-ні таптым да. Ол не десе, мына С мынаны білдіреді, мынаны білдіреді екен да. Ол не дейтін болса, ол стресс. Теперь қараңыз, біздің өміріміз қазір 21-ші ғасырда үлкен бір стресс бар да адамдарда. Ол не деп ойлайсыз өзіңіз? Ақша? Жоқ, одан да бірінші орында тұрады. Одан да бірінші орында.
мен не үшін ақша деп отырмын, осыны кішігірім айтып кетейін. Себебі бізде Қазақстанда 95%-ке жуық адамдар жалпы кредитке батып қалған. Оның ішінде 25-30% даже төлей алмайды өз кредиттарын. Соны айттым да мен, себебі бұл статистика, официальный статистика да. Абсолютно согласен. Соны төлеу үшін оған не жетпейді оларға? Ақшадан басқа? Энергия жетпейді. Уақыт жетпейді. Адамдың уақыт жетпеулігі это үлкен стресс. У меня нету времени дейді ғой. Постоянно движениеде. Негізі былай қараған кезінде, мысалы, лифтқа шығады, стиральный машина бар, бәрі жүретін машинасы бар. Былай қараған кезінде уақыт көп болу керек қой. Недостаток времени приводит человеку к стрессу. Я про других вообще ничего молчу. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, мына средства массовой информации деген нәрсе бар да. Средства массовой информации деген кезінде ода жақсын да көрсетеді, жаман да көрсетеді. Мен негізі өзі 7-8 жыл уже новости көрмеймін. Мен новости көретін болсам, ана ужас фильм көргендей боламын. Көрмеймін мен, потому что көрсем, бітті сол күн настроением бітті. Тынат. Енді мен айтамын оның дәлел. Кеше жақында коронавирус болды. Сіз ойлайсыз, например, коронавирусты, сол коронавирустан адамдар қайтыс болды дейсіз ба? Ол сол мына телевизордан көріп, сол адамдар қорқып, сол арқалы бір-бірден бір қайтыс болды нәрседен. Информациядан қайтыс болды ғой негізі. Информационный это вирус. Теперь мен оған бір дәлел. Көбісі айтып мүмкін, нені айтып кеттіңіз, аға, ол дұрыс емес дейтін болсаңыздар, сіздер TikTokқа кіресіздер де «Воздействие» деген фильм көріңіздер. 8 сағаттық «Воздействие» деген фильм. Ол жерде дәл ақиқаттың бәрін айтқан. Негізі мен 8 сағат көрген жоқ, 1 сағатын көрдім. Қай жерін көрдім? Мен айтып берейін сізге. Ол жерде басында 1 сағат көрсеңіз, айтады, не үшін жүрек аурулар көбейіп кеткен мәселесini дәлелдеп береді ғой. Американский ученыйлар, английский ученыйлар айтады, мына сіздер көріп жатқан информация дейді, специально сіздердің жүректеріңізді ауру істеу үшін көрсеткен информация деп дәлелдеп береді сол жерде. Ашық-сашын айтады. Ол фильмді көргеннен кейін басқаша болып қаласыз сразу. Өзіңізге келіп қаласыз. Мен оны уже 2 жыл алдын уже білгем бұл нәрсені. Поэтому я оны давно уже отказался. Жаман болса сразу отказывайсыз. Не үшін? Потому что сізде міне жерде, мына қазір жүректен айтудан алдым, ол проблема айтудан. Мен самый главный нәрсе бар да. Сіздер қазір мені көріп отырсыздар да, сіздер қазір мені басыммен көріп отырсыздар деп ойлайсыз да, сіз мені. Мен да. Сіздің жүрегіңізді көріп отыр, автоматически жазып отыр. Сіздің миыңызда ақыл бар. Жүрегіңізде ақыл бар. Миыңызда память бар. Жүрегіңізде память бар. Миыңызда интуиция бар. Жүрегіңізде интуиция бар. Басыңызда сезім бар. Мына жерде сезім бар. Және жүректе не бар? Жүректе? Иә, жүректе және не бар? Ақыл болса, иман бар. Иман. Иман бар. Ең бастысы. Вера есть. Вера. Сенім, желание. Мына осы жүректе. Басыңызда, например, врачтарды көріп отырған да, бұл жерде зеркальные нейроны деп айтады. Зеркальные нейроны это, например, мысалы, сіздер индийский фильм көрген кезінде біреу жыласа, сіздер хотите, не хотите көріп тұрып, жылай бастайсыз. Не үшін? Потому что он как зеркалит тебе. Ты вот так распечатываешь эту информацию. Состояниесын алып отырсың. Состояниесын алып аласыз. Негізі ол зеркальный нейрондар көбісі аутисттарда болмайды. Не үшін аутисттар көп нәрсе көрсеткен нәрсені үйрене алмайды да? Потому что оларда зеркальный нейрондар жоқ. Сол себептен олар үйрену қиын болады. Бірақ ол деген нәрсе болмайды деген нәрсе емес. Ол балдарымен көп жұмыс істей берсеңіз, ол нейрондар пайда болады. Ол соның причинасы, аутизм причинасы сода. Енді алкоголиктар мен инсультиктарда, оларда именно қан құйылған кезінде миына, мына зеркальный нейрондардың бәрі жабылып қалады да, бірақ сонымен сіз жұмыс істейтін болсаңыз да, олар өзіне келеді. Енді походу айтып кете беремін да, потому что информация көп та. Адам керек нәрсесін алады, келмейтін нәрсені алмайды өзі үшін. Енді біздің жүрегімізді айтатын болсақ, 1970 жылы, уже қанша жыл, 50 жылдай болып қалды ғой. Біздің жүрегімізде бір удивительный бір волна бар. Ол солитон деп айтылады. Бұл солитон деп айтылады да. Бұл волна не дейтін болсаңыз, ол даже круче, чем зеркальный нейрон да. Ол не дейтін болсаңыз, бір қараңыз. Мына қазір мен отырмын. Көбісі врачтар қазір оны негізі ол информация көбісі қабылдай алмайды. Бірақ бүгін именно сіздер қабылдай алмайтын информацияны айтам, сонымен бөлісем, потому что именно сондай кез келді, ашықшасын айтады ғой. Мына бүйтіп қараңыздар да, мен бүйтіп отырамын да, бүйтіп мына қолмен жұмыс істеймін да. Мына қолым жұмыс істеп жатыр. Мына қолым қатып тұр да. Мына қолыма отдельный глюкозасы көп, кислороды көп болған отдельный составта қан келеді. Мынаған отдельный келеді. Енді исламда айтады ғой. Например, білетін адам мен білмейтін адам бір бола ма деп айтады.
Енді былай қараған кезінде мысалы қараңыз, сіздің мына қолыңыз жұмыс істеп тұрса, мына қолыңыз жұмыс істемесе, конечно, жұмыс істейтін қолға көбінше азық ауқат барады. Енді қазір оны қалай түсіндіре аласыз деген кезінде, представьте, мына біздің жүрегіміз төрт бұрышты да, мынау левый желудочек деп айтайық. Левый желудочек вообще состоит из 4 желудочков. Вот этот левый желудочек, вы думаете, что вот в левом желудочке қан бәр организмға бірдей составта барады дейсіз ба? Бармайды. Мына основной часть, мына жерде болатын қан, мына жерде основной часть. Бұл менің миыма отдельный составта, отдельный президентский оқсап упаковка істеп береді тамақты. Кислороды мықты, глюкозасы мықты, составы мықты, жақсы болған. Не үшін? Потому что сіздің басыңызбен бас бармағыңыз екеуі бір жұмыс істей ма? По-разному же работаешь. Мына жерге басқа составта қан керек. Аяғыңыз ұшы басқа составта қан бару керек. Енді мына ортасын алатын болсақ, ол мына жаққа отдельный упаковка істейді. Ана Уилберста доставка болады ғой? Отдельный доставка. Соған ұқсап бұл отдельный доставка береді. Мына астындағы аяғыңызға отдельный состав құрамында қан жібереді. Енді қараңыз, мынау бір стаканның ішінде су әр органға өзіне лайықты болған нәрсесini дайындап отырады доли секундада. Өзіне қажет. Ескенсіз ба сол нәрсені? Әр организмға, например, пример келтірейін, қазір айтуым мүмкін да, мына жерде қалай дәлелдеп берсіз деп. Очень просто. Возьми анализ крови. Бастан ал, қолдан ал, ішіңден ал, аяқтан ал. Они все будут отличаться. Бір уақытта. Бір уақытта ал. Они будут по анализам все будут отличаться раз. Қазір ол, например, қиын болатын болса, мен сізге пример келтіремін. Ананың құрсағының ішінде пайда болған баланың артерия умбиликалис деп айтады. Сол артерия арқылы балаға қандай қан барады деп ойлайсыз өзіңіз? Старименде деп қан бара ма, или мынандай деген қан бар ма? Баланың дамуына қажетті мықты қан барады да? Иә, баланың дамуына барады оған жақсы қан барады. Оны кім распылять етеді? Ми деп ойлайсыз ба? Жоқ, ми емес. Жүрегің ішінде, өзінің жүрегің ішінде специальный волна бар да, сол дайындап беріп тұрады. Что-то оған да сенімсіздікті мен қараймын деп айтатын болса, мына жерде адамдар, мен басқа форматта пример келтірейін. Мына айтыңызшы, 120 суткадан кейін әрбір врач біледі. Мына эритроцит, қызыл қан өзі бар, бөлек бір жері бар. Ол қай жер десе, ол селезенка. Сол жерге барып, бәрі қайтыс болады. Оған ол информацияны кім берді? Ми берді деп ойлайсыз ба? Миның жүрегің ішінде ондай ешқандай әсері жоқ. Ол жүрегің ішінде өзі специально мына волналар арқылы 120 суткадан кейін мына эритроцит мына жаққа бару керек деп, бәрі осы жерге барып сол информациямен. Оны бір кішкентай механизм болмаса, біздің жүрегімізде ол кім? Оны бәрін распылять етті деп ойлайсыз? Бәрі жүректе распылять етіледі ол нәрсені. Соны солитон деп айтады. Оны қазір көбісі оны түсінбеуі мүмкін да негізі. Потому что менің өзім түсінуім, мен қазір бұл етіп қараған кезінде действительно жүрек простой нәрсе емес екен ол. Ол біздер әншей мына бір мышца качать, жоқ айналайын. Сен именно сол мышца качать деп ойлаған себептен сенің жүрегің ауырып жүр. Сенің өзің ішіңде қандай бір қасиетті супер компьютер бар екенді адам білмейді. И сол себептен сенің мына гаражында машина тұрады ғой, сен оған қарамасаң, ол машина көбірек шырып кетеді ол машина. Сен мына тұрып жатқан үйінде көп квартираң болмаса, ол сразу құлап бұзылады. Сол себептен сен мына жаққа обращаться етпедің ба? Оның уже функциясы жұмыстан шығады уже, конечно, шығады. И не үшін қазір жастар остановка сердцаны өліп қалып жатыр? Один из примеров. Я, конечно, например, бір хадис бар да, ақыр заман кейін кезінде жастар жүрек тоқтаудан өліп қалады дейді, дұрыс. Енді ол Аллах айтқан нәрсе де, бар нәрсе. Бірақ енді біздер бүйтіп отыра берсек, бүйтіп істенге отыра берсек, істемесек, амал істемесек, не өзгереді өмірде? Мұсылман күшті болу керек қой. Бұл жерде мына нәрсе ғой, мы не используем свое сердце по предназначению.